Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздермен үй жағдайында бринзаны қалай жасау керектігі жөнінде бөлісейін деп тұрмын. Яғни менің сүтім уыз 1 литр шамасында, соған шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша күтеміз. Мына жақта суымыз да қайнаған екен. Енді біз сымалады уызымызды саламыз. Мына бринзамыз шамалы бірігуге процесінде күтеміз. Бринзамыз дайын болуға жақын. Міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы сүтіміз қою массаға айналды. Бұл 10 минуттан кейінгі осындай болды. Енді саңыздар толық тығыз массаға айналады. Өшіріп 1 сағатқа қойып қоямыз. Алып таза сүземіз. Ұстастай. Ты моя нежная, своих чувств ты не тая. Осылай қойып, үстін сәл қатты затпен бастырып 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Содан кейін алып үстіне беруге болады. Міне қыздар, менің бринзам дайын болды. Қазір кесіп міне оңай. Осындай пайдалы рецепттерді көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Маржан.